Фетр матамызды жабыстырып болғаннан кейін енді жан жағына моншақтарды тігеміз. Бұны біз мононитпен тігеміз. Мінекей көріп тұрғандай, бірінші бергі фетр матасынан іліп аламыз моншақты, сосын арғы фетр матасына апарып жіпті тартамыз. Тартып әкеліп, моншақ бар ғой, ақ моншақ, соның астыңғы тесігінен инені өткіземіз. Камерам асты тесігінен өткізіп жоғары қарай тартамыз жібімізді. Қазір анық көрсетем. Мінекей тікке ары қарай жіпті тартып, енді инені бері қарай алып келген кезде міне астынан тесігі көрінеді. Сол жерден алып инемізді енді жоғары қарай көтеріп жіпті тартқан кезде екі фетрдің ортасы бірігеді, көріп тұрсыз ба? Бірігеді. Енді тағы инені аламыз, моншақты тізіп аламыз инеге, моншақты тіземіз. Енді дәл сол моншақ сиятындай көлемде инені салып тіге береміз. Осылай әр жан жағын тігеміз. Мінекей мұқият қараңыздар. Жаным бар кескенің сәнің, сұлумысың тәнің, шырқап салған әнің, әдемі, жаным деген сөзіңде, мөлдіреген көзіңде, сәл жымиған кезіңде, әдемі, жан-жол еткен жанарың, қас кірпігің қабағың, кербезіндей даланың, әдемі, шашыңды да түйгенің, үстіңе де кигенің, мұң боралған билерің, әдемі. Қыздар, осылай төрт бұрышны тігіп болдық. Ендігі кезек үш бұрышты өңір жиектің формасын жан жағын моншақпен тігіп шығамыз.